референдумға келіңдер деген сөзін мен тыңдамаппын. Қазір соған өкінем. Бұл видеоны Меруерт Түсіпбаева референдумға халықты шақыру үшін айтқан көрінеді. Мен бұл арада халыққа бір нәрсені айтам. Референдумға ешқашан бармаңыздар. Сенің референдумға барғаның билікке керек болып отыр. Билік жаңа Қазақстанның жер-жерінде топ-топ болып, құжынаған қазақ референдумға барса, билік айтады, міне халықтың бәрі референдумға келді дейді. Саған оның жаңа топ-тобымен барғаның, сосын телеарналардың видеолар, фотолар түсіргені, әлеуметтік желіге салғаны керек. Ал сенің кімге дауыс бергенің, атом электр станциясы салынсын деп дауыс бергенің, немесе атом электр станциясы салынбасын деп дауыс бергенің маңызды емес. Билікке адамның барғаны керек. Сосын билік алады да, Қазақстан халқының 99,99 халқы атом электр станциясын салуға қосылды. Тіпті халық электр керек, біз жарықсыз отырмыз, светсіз отырмыз, ойбай, завод салып өркендеп, жаңа көктазик өндірейік десек, электр жетіспей отыр. Осы атом салсаң ғана аспан құшып кететін халықпыз ғой. Сол атом электр станциясын сала қойсаң, сосын бәріміз бір көктазик өндіретін завод салып алсақ деп армандап отыр деп, аузы мұрны қисаймай отырып бүкіл дүниеге өтірік баяндама жасай салады.